Я құрметті көрермендер, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шын мәнінде өмір көркем деп күн сайын өздеріңізге күндізгі сағатта бірде шығып айтып жүргенімізге өте көп болды, 2 жыл болып қалды. Бірақ өмірдің көркем болуы сізбен біз жақсы түсінеміз, өзіміз ұйымдастырған шараларға, өзіміз ұйымдастырып алған бақытқа және өзіміздің кейде түсінген қателіктерімізді жөндегенімізге және сол қателіктерден үлкен сабақ алғанымызға, тәжірибелерден түйін жасағанымызға байланысты. Әсіресе кейінгі кезде мемлекеттік деңгейде жалпы әрбіріміз үшінде отбасы институтын нығайту бірінші орында тұрғаны анық. Отбасы институтын нығайту ол міндетті түрде ер мен әйелдің арасында қарым-қатынасы емес. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Осыдан 2 жыл бұрын өткізілген Ранкинг газеттің сауалнамасында елімізде болатын ажырасулардың басым көпшілігі 63% ол жастардың қарым-қатынасына үлкендердің араласуының кесірінен еді. Неге үлкендер мен жастардың қарым-қатынасы жиі бұзылады? Неге ене мен келін деген жұпты айтқан кезде біздің қоғамда көбіне әртүрлі пікір бар? Неге бұл жұп тату тәтті емес? Осындай сұрақтардың барлығы Қазақстан ұлттық телеарнасының ұжымын жаңа жобаны ашуға итермеледі. Жаңа жоба жақында тұсауын кеседі, тату тәтті деген атпен және шын мәнінде тату тәтті өмірге ұмтылатын қадамдарды көрсетуге тырысады. Біздің студиямызға, яғни осы тату тәтті жобасының студиясына келетін әрбір кейіпкер өзінің оқиғасын ортаға сала отырып, өз оқиғасымен сұхбатта бөлісе отырып, сырын ақтара отырып, өзгелерге өз өмірін үлгі қылуға тырысады. Дәл сол тату тәттіге қатысып, өзінің түйіндерін жасаған біздің тату тәттінің кейіпкерлерінің бірін біз бүгін студиямызға шақырып алып отырмыз. Сізге бағдарлама туралы қызықты мәліметтермен бөлісу үшін. Біздің студиямызда Айнұр Кенжәлі, Астана қаласының тұрғыны және келіні Назгүл Ермағамбет. Келіңіздер, құрметті ене келін. Енді айта кету керек, мына жерде кішкентай қошақанның дауысы шығып жатқан шығар, көрермендер естіп жатыр ма? Түрлетіңіздер. Сіздің ұлыңыз, есімі кім? Әсет. Әсет кішкентай балақаймен бірге жүр мына жақта. Менің немерем. Сәлем деп қойсақ болады. Кішкене араларыңызды ашып отырсаңыздар. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Тату тәттіге қатыстыңыздар. Жақында эфирге шығады. Қалай? Не түйдіңіздер? Жоба қалай ұнады ма сіздерге? Өте керемет жоба. Қазір көрермендерге айта кетейік, тату тәттінің жаңағы жарнамалық анонсының ішінде де көріп қалған шығарсыздар. Айнұр ханым Назгүлмен бірге түседі. Дайынбыз деп айтып тұратын. Меніңше тату тәтті өте керемет жоба, өте пайдалы жоба. Жастарға да, енелерге де пайдалы. Бір жағынан әрқайсы өзінің шеберлігін көрсетті. Екіншіден әрқайсы өзінің отбасыдағы проблемалармен бөлісті. Бұл ене болуға өте қиын, келін болуға да өте қиын. Бірақ ол отбасының бақыты сол әрқайсына байланысты. Егер ене балдар бақытты болсын деп ой сондай болса, ниеті болса, ол бақытты болады. Өйткені келін ол жас қыз. Мен келінді айтсам, Назико жас келін, өзі 19-да келді бізге. Мен өзім 2 қызым бар, олар да ертең Құдай қаласа тұрмысқа шығады. Менің міндетім көмектесуге. Олар жастар бақытты болсын деп сонымен қолдаушы болып, алға жетелеп, кеңес беріп. Ал Назгүл, жасыңыз қазір қаншада сіздің? Қазір 20-да. 20-да, 1 жыл болыпты ғой. Тату тәттіге енді жасырып не істейін, жаңағы дым білмейтін адам сияқты болып, тату тәттіде мен өзім жүргізушімін, осы кісілердің бүкіл оқиғасымен, сырымен, қызықты кейстермен танысқаным бар. Мен шыны керек бұл жұптың жаңағы Айнұр ханым келін Назгүлмен бірге көріп, осылай да болады екен ғой деп түйген сәттерім болды. Біздің енді мақсат сол көрермендерге осыны түсіндіру. Осылай жасасақ болады екен ғой, осылай татулассақ болады екен ғой деп. Өмірде бұл жобаны трансформациялық жоба деп айтамыз. Қандай өзгерістер болды, Назгүл? Бұл жоба арқылы мен енемен одан қаттырақ, жақынырақ болдым деп айтсам болады. Біздің ара қатынасымыз жақындай түсті. Жақындай түсті,
Демек, жақында айтысу үшін не жетіспей жүрген екен? Бір жоба жетіспей жүрген. Ашық сөйлесу ма? Иә, ашық сөйлесу. Біз өзімізде де ашық сөйлесетіміз. Негізінде осы жобада бір өзіме ұққаным, ешқашанда жаңа келіннен кешірім сұрауға ода тұрған іштеме жоқ. Егер ене сен өзің түсінсең, что осы жерде қателік сенен шықты, егер бір нәрсені дұрыс істемедім деп, келіннен келіп кешірім сұрауға болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ода тұрған ештеме жоқ. Мен мысалы бізде өмірімізде сондай болды, біз жобада айттық. Қазір спойлер жасамаймыз. Қазір айтып бермейміз, бірақ шынымен де көрген кезде деп қалатындай оқиғамен бөлістіңіздер. Шын керегенде бетіп бір ақтарғым келіп тұрған жоқ. Шын мәнінде біздің қоғамда үлкен кісілердің көбісі, дәл сол тату-тәттіге келген кезде де айтып жатады, үлкендер жастардан кешірім сұрамайды дейді. Көбісі осылай ойлайды. Көбісі сөйтіп ойлайды, иә. Не себепті осындай ой қалыптасып кетті деп ойлайсыздар? Менің ойымша негізінде баяғы заманда келіндерге шамалы қаттылау нелер болды. Келін міндеттері үй жинау, тамақ істеу, бағынау, бәріне бағыну. Сол себеппен, наверное, сөйтіп ойлайды, ене айтты ма, ол ереже. Үлкен айтты ма, болды. Ененің ережесі болу керек деп. Қазір жастар басқаша, өмір басқаша. Қазір енелерде трансформация жасау керек өз-өздерінде. Ал жастардың көзқарасы қандай осы ене мен келіннің арасындағы тату қарым-қатынасты орнатуға қатысты? Назгүл, сіз араласып жүресіз ғой? Адамның өзінің сана сезіміне байланысты деп ойлаймын. Үлкен кісілер жаңа айтып жатырсыз ғой, кешірім сұрау дұрыс деп есептемейді. Бірақ мысалы үлкен кісі кінәлі бола тұра, кішіден барып кешірім сұраса, мен оны дұрыс деп есептеймін. Кінә өткені үлкен жақтан болып тұр. Үлкен адамдардың ең көп, мысалы, енелердің жіберетін қатесі қандай? Біздің қоғамда қазіргі таңда. Араласу ма? Араласу, жас отбасыға араласу шығар. Сол шығар. Көп кісілерде. Өткені яғни келінді жаңағы күйеуіне, яғни өзінің ұлына жамандау ма, сондай ма? Қандай араласу дегенде әлде ақшасын сұрау, немесе бірге тұрғызып бөлек шығармай қою, қандай нәрселер әсер етуі мүмкін? Мен жақсы сіздерді айтпаймын нақты. Жалпы енді сіздер көп басқа да ене келіндермен сөйлестіңіздер ғой сол жерде, мысалы? Менің ойымша негізі қазір жастар енді білімді ғой, жастар бәрін біледі. Оларды үйретіп, айтып, ананы істеу керек, былай істеу керек деп қажеті жоқ. Көбісі енелер сол араласып, сен әйелін дұрыс істеп жатқан жоқ, нан істеу керек, неге бізге тамақ бермейді, неге шайын бермейді, неге сондай мелочтан басталады ғой енді. Сол да себеп деп ойлаймын. Назгүл, сіз не дейсіз? Өте бір сондай тұйықталып, жабылып қапсыздар ғой. Толықтай келсем. 5 күн бойы бірге болды түсірілімде. Көзін айта алмаймыз да жобаны. Туысындай болып кетті да. Осы жобаға қатысатын барлық қатысушы шыны керек бір бауырым сияқты болып кеткен. Бәрін білем, бірақ мына жерге келгенде мен айтып тұра алмаймын ғой сіздер үшін. Деп отырсыздар. Бәрін айтсақ десек, енді айтуға болмайды ғой, жобаны көрсін, көрермендер. Шет жағасын болады айта беруге. Толықтай келсем, араласу негізі көп ажырасулардың себебі ене жақтан болады ғой бізде жастарда. Мен өзім таныстарымда бар, естеймін, неше түрлі оқиға бар, неше түрлі отбасы бар. Кейбірлері элементарный жеке шекарадан шығу. Сондай болады. Келінді адам қорлы көрмейді. Келінсің ба болды, сен үйде отырып, үй қызметші сияқтысың. Сондай отбасылар да бар. Олай болмайды дейсіз. Олай болмайды. Келіндерге оны мүмкін ашық отырып айту керек шығар. Бұл болмайды. Сөйлесе алатын адам бар, сөйлесе алмайтын адам бар. Не себепті сөйлесе алмайды деп ойлайсыз? Қорқыныш шығар бойында. Не себепті сөйлесе алмайды деп ойлайсыз, Айнұр ханым? Адамға байланысты, мен сөйтіп ойлаймын. Мүмкін ер азаматы көмектесу керек шығар. Ол кісінің ер азамат әлбетте ол көмектесу керек. Ене мен келін арасындағы көпір деп есептеймін ер азамат. Дұрыс айтады, көпір. Жаңа түскен келін, ол кісі, жаңа түскен келін үйдің адамдарын, үйдің традицияларын мысалы білмей жатады ғой, ол кісі көмектесіп, қолдауын беріп сөйту керек. Ер азаматы,
иә бастапқыда қолдау керек ер азаматтан негізі. Бірақ бір жағынан ер азамат андай болмау керек та, жаңағы мамасы жамандаса барып әйелінді ұрсып не қылып түсу керек. Мен ең басында Назгүл келгенде енді менде бірінші рет ене болып жатырмын, менде де қателік андай болып жатыр. Шығады ғой енді арасында. Мен балама айтам, Назгүлге айту керек еді. Ол маған бірден айтты: мама, маған ондай нәрсені мен әйелім туралы ештеме айтпа. Әйелімді маған жамандама, бұл менің жарым, мен таңдаған жарым на всю жизнь деді. Егер өзін келін өзін сөз тауып, өзін қарым-қатынасын өзін қорғарым қатынасын. Келін менің әйеліммен қарым-қатынасым ол бітті деді ма? Мен ойлаймын, ол өте дұрыс нәрсе. Сол жағынан негізі ер азаматтардың көп бөлігінде әйелдердің қарым-қатынасына араласпайды. Яғни керек емес, керісінше екеуін татуластырып жіберу, тіл табыстырып жіберу маңызды дейсіздер. Иә, шын мәнінде татулықтың жолында әркімнің рөлі өз еркінде. Бірақ татулыққа жасаймын деген адамдарға кедергі болмаймын деген адамдікі дұрыс емес деп ойлаймын. Барлығы мүмкіндігінше өз үлесін қосу керек деп ойлаймын. Қысқасы, тату үйдің тамағы тәтті деген девизбен жақында ұлттық арнада тату тәтті реалити жобасы шығады. Міндетті түрде көруге шақырамын. Отбасындағы татулықтың әйтеуір сізге керек құпияларын табасыз деп үміттенеміз. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге. Жобадан сіздердің көрермендердің сіздерден үйренетіні көп болады деп ойлаймын. Біз де ойлаймыз. Рахмет көп-көп.